Қайырлы таң, қайырлы күн, қайырлы кеш, құрметті көрермендер. Кім қай кезде көріп отыр, соның ретіне қарай амандасатын боламыз. Кастолог YouTube каналы Өсек емес бағдарламасы және бағдарлама жүргізушісі мен Нұрбол Шыныбай. Бүгін бізде ерекше қонақ, жыл жаңалығы десек те болады. Жүрегі көнбей жүрген әншілердің бірі және бірегейі Нұрсұлтан Нұрбердиев. Ассалаумағалейкум. Уағалейкум ассалам. Қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңілге қалай? Көңілге тамаша. Ең бірінші сұрақ болсын, Нұрсұлтан Нұрбердиев кім? Қай жақтан, қай жылғы адам? Нұрсұлтан Нұрбердиев жылды айтпай ақ қояйын, енді Алматы өңірінен, Алматы өңірінің тумасы ма, Алматы облысы Іле ауданы Жапай ауылынан шыққан. Кім деген сұраққа енді Нұрсұлтан Нұрбердиев жас әнші, жас маман. Киінген стиліңіз болсын, ән айтқан стиліңіз болсын, барлығында да бір еліктеушілік бар секілді. Кімге еліктейсіз негізі? Еліктеушілік? Жоқ, еліктеушілік деген енді кішкене артықтау болар. Негізі өзім шетел әншілерін көп қараймын. Қазақстанның эстрада жұлдыздарынан қарағанда. Филипп Киркоров, Сергей Лазарев. Әлеуметтік желідегі көрермендердің ой пікірінен қарайтын болсақ, олардың айтуынша Нұрсұлтан Нұрбердиев көбінесе Ернар Айдарға немесе Нұрболат Абдуллинге ұқсайды дейді. Қарап отырмыз, көйлегіңіздің ектенбесін ашық қойғанның өзі Нұрболаттың стиліне ұқсайды секілді. Нұрболатқа ектенбеймін. Ал Ернар Айдарға? Ернар Айдар енді өзіміздің аға бауыр ғой, алдыңғы аға бауыр. Ернармен қалай айтсақ болады, жақын бауырым деп өзіне тартады. Бұлай еліктеушілік жоқ менде Ернарға. Біз өткен әлеуметтік желілерден қарағанда тіпті кейбір парақшаларға, яғни топтарға. Жоқ, негізі көбісі ұқсатады Ернарға. Түрге дейін ұқсайды деп. Ернарға еліктемеймін. Біздің байқауымызша өнер жолына бұрыннан келген секілдісіз. Тіпті 2015 жылдары концерттер бергенсіз, гастрольдерде өзге қалаларда болғансыз, бірақ жақын арадан бастап таныла бастадыңыз. Себеп неде? Енді бақ қой. Негізі мен өзім 2013-тен бастап, ең бірінші әнім 2013-тен бастап шықты. Ол кезде енді қатты былай эстрада бағытында емес, басында рэппен шықты. Еліктеушілік болды ғой енді. Сөйте келе былай орнымызды тауып, қалыптастырып, кәдімгідей қазір. Көптеген әншілер эстрадаға белгілі бір конкурстар жеңу арқылы, немесе тағы да бір сайыстардан өту арқылы келеді. Ал Нұрсұлтан Нұрбердиев эстрадаға қалай келді? Немесе кім әкелді? Эстрадаға ешкім алып келген жоқ. Эстрадаға мен өзімнің арманым жетеледі, арманым алып келді. Тіпті кейбір әншілер Инстаграм арқылы танымал болып кетіп жатыр да. Олардың қатарында мысалы бізде сұхбатта болған Гүлмира Азбасханова да бар. Ал сізге Инстаграм танымал болуға көмегін тигізді ме? Инстаграм енді қазіргі таңда телевизордан қарағанда жастардың көбісі Инстаграм қарайды ғой. Қазіргі таңда біз Инстаграмға жұмыс істеп жатырмыз. Жартысынан көбі, тіпті көбісі Инстаграмды дейсіз? Көбісі Инстаграм мен YouTube қарайды. Сондықтан да сол екі әлеуметтік желіге жұмыс істеп жатырмыз қазір. Жаңа айтып кеттік, тіпті 2015 жылдарда концерттеріңізді беріп жүрсіз деп. Ол концерттер қайда болды, кіммен болды, қалай болды? 2015-те мен жаңағы Ернар деп жатсың ғой, сен Ернарға ұқсатады деп. Ернар мен өзінің кеш қонағы алып жүрді, қасында жетелеп, ертіп жүрді. Ернар ағаның кеш қонағы болып жүрдім. Одан кейін мен өзімнің әндерімді жаза келе, осы Алматы облысының төңірегінде өзімнің жеке концерттерімді мен алғаш рет беріп көрдім. Мектептерде, енді баспалдағым сол болды ғой, мектеп болды, одан кейін Дом культура. Ал жаңа айтып жатсыз, Ернар Айдар қасына алып жүрді деп. Кеше әлеуметтік желілерді қарап отқан кезде байқағаным, тіпті Ердос Қанаевпен бірге де тойларға шығып жүрген екенсіз. Сұрақта осы эстрада жұлдыздармен байланыстыратын бір таныс, немесе бір ағалар бар ма? Әлде қалай? Аға болғанда өзімнің ұстазым Оразалы Мақсұтов бар. Өзі аранжировщик, өзі маған вокалдан сабақ береді. Менің музыкальный продюсерім, былайша айтқанда. Сол кісі бәрін өзі реттейді. Сол кісінің арқасында, яғни сол Ернар Айдармен бірге де концерт беріп жатсыз, Ердос ағамен бірге де тойға шығып жатсыз ғой? Енді бірінші алай, екінші өзімнің продюсерім бар, өзімнің әкем, және де сол кісінің арқасында музыкальный продюсерім Оразалы Мақсұтов.
әкенің продюсер болғаны қалай жалпы? Әкесі продюсер болғандар немесе анасы продюсер болғандар жалпы танымал болып кетіп жатыр. Жоқ, негізі бұдан алдын мен біраз жаңа продюсерлер шақырған. Біраз продюсерлер шақырып, өзінің қарамағына алғысы келді қолына ше. Бірақ енді қалай айтсам болады, көбісі өзінің дегенін істетеді. Мен біреуге бағынышты болғым келмейді. Мен басқа әншілер сияқты, мысалы, өнердегі жұлдыздар бар ғой, Қайрат Нұртас ағалар, мысалы, жаңағы Ернарлар сияқты жақсы мықты жерлерге жаздырғым келеді өзім әнімше, өзім дүнием болған соң. Ал ол продюсерлар өзінің жаңағы төменгі дәрежеде жұмыс істейтін адамдарға алып барады. Мен сол үшін ешкіммен жұмыс жасағым келмейді. Төмен дәрежедегі сонда адамдарға алып барған себебі неде ол? Енді ақша жағынан өзінің қаражатына байланысты шығар енді. Яғни ол адамдар арзан ән жазып береді. Иә, арзан ән жазып. Мен ондайды қаламаймын. Ал алдағы уақытта Нұрлы дала комедиясы деген секілді кино түсіру ойда жоқ па? Құдай қаласа енді болып қалар, Алла қаласа. Өйткені бір байқағанымыз актерлікпен де айналысқан секілдісіз кезінде. Ол туралы не айтасыз? Актерлікпен айналысқанда енді жаңағы бір өнерде жүрміз ғой. Кімдер жаңағы Еркебұлан Қазақтаймыздағы Марат Оралғазин, өзіміздің аға бауырлар ғой. Олардың бір 101 сұрағым, 101 қателесіп ұмытып қалдым мен. 2014 жылы сондай бір олар 101 кеңес деген, сондай бағдарлама түсірген, соған актер ретінде түскен болатын. Одан бөлек байқағанымыз журналистика мамандығын бітіргенсіз. Мен өзім халықаралық бизнес университетінде EYB-да. Ал одан кейін журналистика саласында жұмыс істеп көрдіңіз бе? Жұмыс істедім мен. Музон телеарнасында жұмыс істедім. Ал журналистикада қалмауға не себеп болды? Журналистикада қалмауға мен әкем себеп болды, өйткені сен бір бағыт таңда деді маған. Қазіргі кезде көптеген әншілер әнші болады. Одан кейін белгілі бір телеканалдарда жүргізуші болады. Содан кейін бір актер болады. Одан кейін анда-санда қайта ән айтып шығады. Негізі соған қалай қарайсыз? Бір адамның жалпы әртүрлі салада қызмет етуіне. Жоқ, ол дұрыс қой енді. Жігітке жеті өнер де аз дейді ғой. Ал қыздар ше? Қыздар енді өз басыма жауап берейін. Енді ол дұрыс шығар. Бір салаға басын тығып алып, бір салада қалып қалу, кез келген адамға жараспайды да. Көру керек, жұмыс жасап көру керек. Журналистиканы да жүргізіп көру керек, телеарнада жүргізуші болып. Өзіңді жаңағы актерлық шеберлікпен шыңдап, өзіңді сол салаға да кіргізіп көру керек. Ал алдағы уақытта осы әнші болып, ән айтып болғаннан кейін қайтадан журналистикаға бару ойда бар ма? Енді Құдай қаласа, оны енді уақыт көрсетеді. Біздің қоғамда, жалпы біздің елімізде көбінесе әншілерді ақылсыз, интеллекті төмен, Қазақстан тарихын болсын, тілін болсын, әдебиетін болсын, дұрыс білмейтін адамдар ретінде көрсетеді. Жалпы осыған жеке көзқарасыңыз қалай? Жеке көзқарасым негізі олай айтуға болмайды. Әншілердің біразы оқыған тоқыған ғой. Олар енді өзінің сүйіп келген маманын, жаңағы былайша айтқанда әншілік ол да маман ғой, бір мамандық. Бұл мамандыққа да өзінің жаңағы өнерімен, өзінің жаңағы арманымен келеді да. Енді білімсіз деп айтуға болмайды әншілерді. Бірақ білмейтіндері бар дейсіз ғой. Білмейтіндері бар шығар енді. Жаңа Инстаграм туралы әңгіме айттық. Жақында Инстаграм желісіне Қалаулым бағдарламасының қатысушы Камиламен бірге түскен суреттеріңіз, видеоларыңыз шығып кетті. Сырашайын ба деп хэштег салып қойып посттар шығардыңыз. Жалпы бұл сурет хайп қуудың жолы ма әлде махаббат па? Хайп дейсіз ба? Мен хайпқа жұмыс істемеймін. Ол просто не ғой? Сырашайын ба деген, типа досым деген сияқты мен кейін сурет салғым келді да. Одан кейін бәрі қосып жіберген соң, одан кейін салғым келмеді. Бірақ досыңыз? Иә, досым. Тағы бір берген сұхбатыңызды қарадық. Сол кезде айтқан едіңіз, күні бойы не істейсің дегенде көбінесе студияда боламыз деп. Жалпы әншілердің көбісін сұрасаң сол жауапты айтады да, студиядамыз. Жалпы әншілер студияда не істейді?
әнді жазатын аранжировщик бар, басқа істейтін басқа адамдар бар. Дұрыс сұрақ осы. Әншілер студияда не істейді? Әншілер өзінің ойымен бөліседі. Мысалы енді әнді айтатын біз ғой. Ол жерде аранжировщик жасайды, ол тек қана жасап береді. Стилін жасап береді. Қасында отырып, мынаны жаңағы аранжировщикқа бәрін тапсыруға да болмайды да. Өзің ойыңмен бөлісіп, өзіңнің идеяңды айтып, мысалы сахнада кейде билеп айтқың келеді. Мысалы кейде андай жаңағы бір іс-қимыл жасағың келеді, движение жасағың келеді. Солардың бәрін ритмге қойып, әдемілеп жасаудың бәрі сол үшін отырамыз біз. Бір әніңізде бір теңеу бар еді, найзадай кірпігің деген, найзадай кірпік деген да. Жалпы жазылған әндеріңіздің сөзіне мән бересіз ба? Иә, жазылған әндердің сөзіне мен ең бірінші сөзге мән беремін. Иә, одан кейін барып ән шығарады. Мен бірінші өзім сөзім жаздырамын. Мен өтірік айтпай қойған, осы уақытқа дейін мен бірінші сөзін жаздырып, одан кейін барып ән шығардым композиторларға. Ал қазіргі уақытта Қазақстанда жалпы шынымен де найзадай кірпігі бар қыздар бар деп ойлайсыз ба, әлде көбісінің наращивание ресницы ма? Енді көпке топырақ шашуға болмайды ғой, бірақ көбінесе барлық қыздар қазір жасанды кірпікпен жүреді. Ол өтірік. Ал сол жасанды сұлулыққа қалай қарайсыз? Жасанды сұлулыққа негізі өзіңнің сұлулығыңмен жүрген дұрыс қой. Одан бөлек жаңа әннің мәтіндері туралы сөз қозғадық қой. Жалпы осы соңғы кездері эстрадада әннің мәтініне көңіл бөлмейтін топтар, әншілер көбейіп бара жатыр да. Олардың бірі мысалы жақындағы 91 тобы таза хайп қуған өлең болды. Құрттың ғой тағы деген. Жалпы осындай мәтіндер жазуға әншілер не итермелейді? Негізі қазіргі таңда жеңіл сөздер көбейіп отыр ғой. Мен өз басым бірақ жеңіл сөзге қарсымын. Олар сол жеңіл сөзді тезірек қолданып, тез шығып кеткісі келеді. Өнердің шыңына тез шығып кеткісі келеді. Енді ол дұрыс емес деп ойлаймын мен өз басым. Кішкене ақынмен ақылдасып, және де бір оқыған, сауаттылығы бар ақынға жаздырған дұрыс деп ойлаймын мен өзім. 91-ға мен сын білдіре алмаймын. Неге? Өйткені енді қазіргі таңда жалпы ұнай ма стильдері олардың? Ән айту стильдері енді шынымен ерекше, жаңа бағыт, сапа бар, бірақ киіну стильдері ше? Енді киіну стилі олар енді өздерінің несі бар жаңағы Бағыттары. Иә, жоқ, сондықтан да мен оларға сын білдіре алмаймын да. Ал мысалға сіз ең бірінші осы өнер жолын бастаған кезде сізге де осылай продюсерлер келіп, немесе бір адамдар келіп, дәл осылай имидж қалыптасып, дәл сондай стильде шығуды ұсынса қабылдар ма едіңіз? Енді сол кезде ұсынса мен қабылдар едім, өйткені ол кезде 91 жоқ болатын. Ал 91-нан кейін де мысалға көптеген дәл сол стильдегі топтар шықты да. Оларға да сұраныс жақсы. Мен ол уақытты енді қазір құптамаймын. Одан бөлек қазіргі кезде мысалы осы эстрадаға рэп бағыты да жақсы қосылып келе жатыр да. Бұған қалай қарайсыз? Мысалы жақында ғана осы Баян Есентаева мысалы Кешу тобы мен Бальдердің өлеңін шығарды, Сол алала. Ол да мысалы үздік әндердің бірі болды, өте танымал болды. Рэп дейсіз ба, енді рэп айта алатын әнші, рэп айта алатын рэпермен айтса әрине дұрыс қой. Бірақ мен өз басым ондай стильді айтқым келеді, бірақ та енді продюсерім бар, музыкальный продюсерім бар, солардың шешімімен айтылатын нәрсе оның бәрі. Яғни олар рэп бағытын қосуға қарсы ма? Енді қарсы демей ақ қояйын, енді алдағы уақытта болып жатыр. Одан бөлек тағы бір сұрақ, қазіргі кезде менің ойымша тыңдарман ретіндегі қазақ эстрадасы екіге бөлінген секілді, шоу-бизнес және той-бизнес деп. Оны мысалы біз жақында Гакку дауысынан да бөліп жатырмыз, одан бөлек телеканалдарда бар, мысалы Гакку бөлек, Гаккуде тек шоу-бизнестің әндері шықса, Той-думан каналына мысалы той-бизнестің әндері ғана шығады да. Жалпы қазіргі кезде шынымен солай ма? Әншілердің арасында бөлінушілік бар ма? Негізі шоу-бизнестегілер бөлек, той-бизнестегілер бөлек. Жоқ, негізі шоу-бизнес, той-бизнес деп бөлінбейді ол. Просто енді әркім өзінің араласатын адам, араласатын ортасы болады ғой.
солай бөлінбесе, енді былай шоу бизнес, той бизнес деп бөлінбейді. Барлық өнер адамы бірге аман жүзу, сәлем Бірақ тойға шығасыз. Бірақ тойға шығамыз енді. Мен байқауымша осы әндеріңіздің де көбісі тойға арналған сияқты. Билеуге жақсы, қызалықтарға. Енді біздің табыс көзіміз той ғой. Яғни көп әндеріңіз сол тойға арнап шығарасыз, иә? Тойға арнап, негізі мен өзім көлікте тыңдасын деп шығарамын. Көлікте тыңдасын, былай тыңдармандарға тыңдауға жаңа қолайлы болсын, ыңғайлы болсын деп шығарамын. Жалпы тойға көп шығасыз ба? Сұраныс көп па? Тойға шақыратындар көп. Енді сұраныс Аллаға шүкір бар ғой. Бір күнде 2 тойға, 3 тойға барады кездер болады ма? Бір күнде, иә, болады. 5 тойға дейін кетіп қалады кейде. Бір күнде. Сол тойға көп барып жүрсіз ғой. Қазіргі кездегі қазақтың тойына деген көзқарасыңыз қалай жалпы? Оның ішінде той туралы да 2 сұрақ бар да. Бірі тойға бекер ақшаларын шашатындары көп, жаңағыдай үлкен торттар жасайтындары бар, немесе үлкен жаңағы мейрамханалардың ішінде машина кіргізетіндер бар. Бұл бірінші сұрақ та, оған көзқарасыңыз қалай? Екіншісі, тойда ұятсыз ойын ойнататын тамадалар да көп, немесе ішіп алып өздерің білгендерді істеп кететін жастар да көп, тойдың қақ ортасына шығып алып, оған көзқарасыңыз қалай? Енді әркім өзі қалай жасайды, солай жасағысы келеді. Қалай жасағысы келеді, солай жасайды ғой енді. Қазір жаңағы жастар тойын бір-бірімен жарысып істейді. Мен мысалы анадан озып кетсем екен, мен анадан артық жасасам екен деп солай жасайды. Енді жаңағы торт деп жатсыз ғой. Оның бәрі жаңағыдай ғой, мысалы. Кімнің тойында үлкен торт алып келеді, сол жаңағы соның тойы типа хит болады деген сияқты. Соған бата көп беріледі. Иә, соған бата көп беріледі. Ендеше дәл қазір сұхбаттан бөлек ойын ойнасақ, біздің бағдарламаның осы 2-ші рет дәстүрлі ойыны бар. Қазір мында қағаз бар. Осы қағазда адамдардың аты жазылған. Біреуін таңдайсыз. Кімнің аты шығады, соған хабарласып, сол адамға звондап, бізде дайын сізге берілген 20 сөз бар. Сол сөздерді қолданып, сол адаммен сөйлесу керексіз. Мына жерде қазір 3 ат бар. Соның біреуін таңдасаңыз, мына жерден қайсы шығады екен? Соған звондайтын боласыз. Е парайдар. Камераға көрсетсеңіз. Мына жақында телефон жоғалтып алғанмын, өкінішке орай Ернардың номері жоқ деймін де. Онда өзіңіз қалаған бір адамға хабарласыңыз. Қалаған бір адам ғой. Ассалаумағалейкум. Уағалейкумассалам. Қалайсыздар? Шүкір, жақсы, өзің? Прикол. Не істеп жатсыз? Тақырда болсын, иә? Түсінбедім, не істеп жатсыз? Үйде. Тамаша. Қойш. Шүкір, өзің? Шүкір. Ұстазым айтпақшы, Нема Байзакова 2 қабат қой да? Білмеймін. Назарбаев қайда екен, ұстазым? Кім? Назарбаев. Сұлтан кәдім сенің. Еще. Осылай. Ой. Алло. Масқара болды мынау. Алло. Не айтасың деймін, айтасың?
Мә, Головкин жаман таяқ жеді. Ой, ой. Алло. Ұстазым Инстаграм деп отыр, Инстаграм. Ұстазым. Алло. Айтпақшы, Сәбитпен бірге Төреғалидың киносына бармадыңыз ба? Ол машина онша емес, ана. Иран көреді. Ондай жақсы. Жүрек көнбейтіннің дуэті не болып отыр, ұстазым? Көрінеді ғой, питбульға көрінеді олар. Бульдог көрінеді олар. Ол біздің кете береді, дайыншы. Ана біздің клипші, клип. Алло. Бізді Эйрастана ма? Эйрастана? Камила деген қызшы, Камила. Менің досым. Иә? Аха. Қызшы. Иә? Қалауымға қатысып па? Қалауымда көрдіңіз ба сол қызды? Білмеймін, қалауым көрмейді, сен білесің ғой мен. Инстаграмда прямой эфирға кірмедіңіз ба? Прямой эфирға кіріп ән айтпадыңыз ба? Оның содан не болды? Ё-моё. Алло. Аха. Рахмет, ұстазым, рахмет сізге көп. Звондаймын сізге. Кімге қарасыз? Мен өзім ұстазым Оразалы Мақсұтов деген. Керемет ойын болды, жалпы терлеп кетті. Мына ойын жаман екен. Ұстазым көріп отырсаңыз ренжімеңіз. Арман қарай сұхбат жалғастырайық. Көңіл күйді көтеріп алған болсақ. Мынандай бір сөз бар. Өзіне сенетін жігіт алысқа қарайды, өзгеге сенетін жігіт танысқа қарайды деген. Нұрсұлтан кімге қарап жүр? Нұрсұлтан ешкімге қарамайды. Нұрсұлтан өзінің арманына қарайды. Яғни алысқа қарайды. Арман бағытына қарайды. Дәл қазір бізде кезекті Айдар бар, иә жоқ деп аталады. Қазір сізге сұрақтар қоямыз, соған иә немесе жоқ деп ғана жауап берсеңіз. Шындықтан қорқасыз ба? Жоқ. Ал шындықпен қорқытасыз ба? Иә. Зерігуге ішіңіз пысуға уақыт бола ма? Жоқ, болмайды. Ал мақтаған жақсы көресіз ба? Иә, жоқ. Әлі күнге дейін ұялатын істеріңіз бар ма? Иә. Нұрсұлтанның қазіргі уақытта басы бос ба? Иә. Қыздар, қуаныштарыңызға орай, Нұрсұлтан Нұрбердиевтің басы бос екен. Әлі күнге дейін үміттеріңіз бар. Жаңа сұрағанда айтпадыңыз, соны қайта қойыңызшы осы сұрақты. Нұрсұлтан Нұрбердиев қай жылғы? Нұрсұлтан Нұрбердиев қай жылғы екенін Немесе қаншада? Екеуінің біреуіне жауап беріңіз. Екі сұрақты сұрамай қойайын. Негізі маған жылымды да жасымды да айтуға енді айтсам рұқсат болатын шығар. Өйткені маған айтпа деп не контроль қойып тастаған ғой. 90 және бірнеше жылдар. Иә, 90 теңге. Сіздің ойыңызша бүгінгі күннің батырлары кім? Қазақстандағы. Бүгінгі күннің батырлары қай жағынан батыр? Барлық жағынан. Барлық жағынан батыр. Қазақстан үшін. Немесе сіз үшін? Мен үшін Мұхтар Шаханов деп ойлаймын. Маған бір қызықты сұрақ. Осы әншілерге үнемі қойғым келетін сұрақ та осы сұрақ. Жалпы күнде қанша сағат ұйықтайсыздар? Күнде мен өзім 5-6 сағат ұйықтаймын. 5-6 сағат? Иә. Ендеше шынайы берген сұхбатыңызға көп рахмет.
бағдарлама жүргізушісі мен Нұрбол Шыныбай. Нұрлы күндерде жолыққанша.